Ауылдың кайф кездері. Ё-моё, үйде ешкім жоқ. Мен не істеймін? Бүгін машинамен шықпаймын ба мен? Как раз братан жарты бак бензин құйып кетті ғой. Айтпақшы, ана тауықтың жұмыртқасын алып суға пісіріп, қуырып пісіріп, сөйтіп пісірайын да, одан ана сиырды сауып сүтін ішпеймін ба? Онда кеттім мен. Мен ауылда отырсам аш қалмайсың, бір жақсысы бар ғой. Дәу бір екі қошқарды сатып жүремін ғой. Ақыры батя байқамай қалады. Мен как раз ақша керек еді, екеуі дәу. Көзін түсіп жүріп еді, 50 мыңнан сатып жіберсем, 100 мың қайда жатыр? Батя ақыры байқамай қалады, кеттім оны мен сатып жіберейінші. Чолдың брашка, сәсінаға бар, кет қапа қалаға. Менде ешкім жоқ қой, болды ғой брашка, не уайымың бар басқа? Ипайланып тұрма. Болды ғой, проблема жоқ қой. Ама бар қалай, нандай екен? Болды ғой брашканы футболкаңа сала берсей бәрін. Қолыңа не түсет бәрін сала берсей. Мә, ауылда отырғанның бір рахаты осы ғой, ё-моё. Үйдегі керексіз темірдің барлығын өткізер уже. 20 мың теңгедей шығарып алдым ғой мен. Мә, ауылда отырған деген бизнес қой, бизнес. Айтпақшы, егер сендер ақша тапқыларың келсе, мен профилде тұрған сілтемеден ақша тапсаңдар болады.